сезсін елдің мынау төсірмей үмітінің отын жаққан. Бұл күні ақ халаттың ішінде әрбір күні өтіп жатқан. Жүр олар жақсылыққа жол сілтеп, қиындыққа көнбей мүлде. Біздерге үйде ғана болсын деп өз үйін көрмей жүрген. Мың алғыс дәрігердің барлығына, елімнің алаңдаған тағдырына. Бүгінгі батыр солар кеуде тосқан індеттің. Виктория Валерьевна, добрый день. Здравствуйте. С праздником вас! Сейчас такую игру играем. Вы должны назвать одно слово, которое каждый день пользуетесь. Какое слово у меня спрятано? Не все. Да, все пользуются. Это вещь. Наверное, это белый халат. Другое. Нет, не шприц. Маска. Да, правильно, маска. Пожалуйста, подарок. С праздником вас! Именно работников? Ну, наверное, самое большое счастье в нашей жизни – это здоровье. Я желаю всем крепкого здоровья. Как говорится, будет здоровье, будет и счастье. Самое главное, чтобы ваши детки были здоровы, чтобы мы вас здесь не видели, либо очень-очень редко. Самое главное – здоровье. Біз қазір бір сөз жасырамыз, сіз сол сөзді тауып алу керексіз. Қандай сөз? Кімге қолданатын? Фонодоскоп? Жоқ. Укол. Дұрыс. Сәлеметсіз бе, сізді бүгінгі мерекеңізбен құттықтаймыз. Қазір біз сізге бір сөз айтамыз, бір дәрігердің аты. Соны сіз тауып алу керексіз, қандай дәрігер екен? Терапевт. Гинеколог. Ер адам болар, көбінесе сол. Хирург. Дұрыс, хирург. Міне сізге бүгінгі мерекеңізбен құттықтаймыз. Енді әріптестеріңізге бір жылы лебіз білдірсеңіз, бүгінгі мерекені құттықтап жіберсеңіз. Бүкіл әріптестерімізді бүгінгі кәсіби мерекемен құттықтаймын. Біріншіден зор денсаулық, сондай абзал, мейірімді жан болып, бүкіл білімдерін өз еңбегіне салып, тек қана біздің қаланың тұрғындарына көмек көрсетіп, осылай жүре берсін. Өздері де ауырмасын. Рахмет сізге, мерекеңізбен. Дауылына жаңбырына